Армысыздар, құрметті достар, менің есімім Олжас. Қазақ кейборд командасы біздің қосымша қолданушылар ең көп қоятын 10 сұраққа жауап қайтармақшы. Қабыл алыңыздар. Достар, біздің қолданушылар ең көп қоятын сұрақтың бірі, біз жеке бастың ақпаратын, пин-код немесе карточка нөмірлерін сақтаймыз ба? Сіз ең бірінші біздің қосымшаға кіріп келгенде сұраныс болатын пин-код немесе карточка нөмірлерін біз сұрастырмаймыз. Яғни ол ақпаратты сіздерден сұрайтын Google Play және Google Market жүйесі болуы мүмкін. Ал біз мүлдем адамның жеке басының ақпаратын сақтамаймыз. Екінші және 8-ші сұрақ бір-біріне өте ұқсас. Бір сөзді терсем басқа сөз шығады, немесе қазақша сөзді терсем орысша сөз шығады деген сұрақ жиі кездеседі. Бұл сұраққа жауап сіздер бақылау бөлімін ашасыз, одан кейін түзету және Т9-ға басасыз. Сол жерге автоматты түзету функциясы қосылып тұрған болса, оны жай ғана өшіріп тастайсыз. Өшіріп болғаннан кейін қандай сөз терсеңіз де, тіптен ол қате сөз болса да жаза аласыз. WhatsApp-та менің келген эмоцияларым басқаша болып шығады. Instagram-да да солай деген сұрақ жиі кездеседі. Яғни Instagram және WhatsApp жүйесіне өзіне тән эмоциялар үйлесімі болады. Сол себепті біздің қазақ кейборд қосымшасы арқылы келген эмоцияларыңыз басқа WhatsApp немесе Instagram-да басқаша болып шықса, ол үйлесім сәл де болса біріне ұқсамайды екенін білдіреді. Бірақ негізгі эмоциялар жүйесі стандарт болып келеді, стандартқа ұқсас болады. 10-15 минуттан кейін пернетақтаның дыбысының бәсеңдеп қалу деген сұрақ келген екен. 10-15 минуттан кейін пернетақта дыбысының бәсеңдеуі, ол бәлкім сіз біздің пернетақтаға кірместен бұрын басқа видео көрген боларсыз, немесе басқа да мультимедиа құралдарын пайдаланған болуыңыз мүмкін. Сол сәтте сіз дыбысты бәсеңдетіп қойсаңыз, пернетақтаға одан кейін кіріп қолдансаңыз, ол дыбыс бәсең болып тұруы мүмкін. Яғни автоматты түрде өзінен өзі пернетақта дыбысы бәсеңдемейді. Құрметті достар, бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Біздің қосымшаны Google Market-тан жүктеп алыңыздар, және де біздің YouTube каналымызға тіркеліп, бізді қарап жүріңіздер. Көп рахмет.